Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге күнделікті пайдаланып жүретін кір сабынның пайдасы туралы айтып кететін боламын. Міндетті түрде тіркеліп, лайк баса кетіңіз. Мен әрине қуанышты боламын. Біз кір сабынды киім жуғанда көмекші құрал ретінде пайдаланамыз, бірақ оның адам денсаулығына тигізер әсері мол екен. Мысалы, біздің қолымызға тікен немесе ағаштың жаңқасы кіріп кеткенде, оны инемен тескілеп жанымызды ауыртып жатамыз. Осындайда кір сабынды жылы суға езіп, дәке деп отқанымыз бинт, яғни бинтке қалыңдау етіп жағып, тікен кірген жерге таңып қойсаңыз, 1 сағаттан соң тікен өзінен өзі сыртқа шығады. Яғни сұқылап қалған жағдайда да дереу кір сабынды жағыңыз. Ол да көгеруден сақтайды. Және жарақаттанған жеріңізге де кір сабынмен жусаңыз, оның асқынуы және микроб түсуінен қорғайды екен. Шашты сонымен қатар айына 1 рет кір сабынмен жуып тұрыңыз. Соңынан лимон немесе сірке суы қосылған қоспамен жуыңыз. Сонда шашыңыз қайратты әрі қайызғақсыз болады. Және түсуін де тоқтатады. Біз күнделікті моншаға түсуді ұнататын адамдарға моншадан шығарда немесе түсіп жатқан кезде міндетті түрде кір сабынмен жуынғаныңыз жөн. Өйткені денедегі микробтарды да ол өлтіреді. Бүгінгі кір сабын туралы айтқан ұнаса, лайк баса кетіңіз. Рахмет.